мына жақта егіндер жинау керек дегендей. Мына қараңдар, өсіп кеткен әжептәуір. Осы егіндердің бәрін жинап шығу керек еді. Тезіректе жинап шығайық осының бәрін. Ё-моё, мынау деген неше күннен бері тұрады да қояды осы. Егер естеріңде болса достар, соның ішінде деген бар ғой, ескі жиһаздар, өзіміз жасаған ескі жиһаздар. Соның үшін бәрін ауыстырып шығу керек негізінде. Ё-моё, мыналарды егіп шыға салайық тезіректе. Ё-моё, бүгін ерте тұрып алып, жақсы от қайтаға ерте жұмыстар бітеді. Үйде отырамыз, ноутбук құлап, кәдімгідей видео түсіріп, так, қалғанына картошка егіп. Все, короче. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Мейірбек. Бүгінгі видеомызда достар, көріп тұрғандарындай, в общем, осы видеоның тақырыбынан, превьюнан дегенде, в общем, бүгінгі видеомызда біздер деген осы артында тұрған мына алып скиннің ішіндегі жиһаздарды ауыстырамыз, ескі мебельдер естеріңде болса. Короче, достар, сендермен видеоға бірден лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар. Ал мен видеомды бастай берейін. Мынаның ішіне негізі кірмеге көп болған екен, Так, кіріп шығайық енді ішіне. Не заттар бар екен, есінен де шығып кетті ғой, почти. Не заттар бар екен ішінде. О, заттар қайда неқтағы? Айттым ғой, явно мына жердегі бір нәрсе басып кеткен. Айтпесе дейтін достар, тұру керек қана заттар. Елес бар шығар, может десенді, білмеймін ал. Может өзім басқа жаққа қойып тастадым ба, ұйқы сұрап жүріп. Короче, білмеймін достар, осы үшін жақсы от қайта бұзу жүрмейміз, бірден заттарды қоя береміз, мебельдерді. Мына жақта міне осындай көріп отырғандарындай бізде жиһаздар бар. Короче, бізге газ керек, холодильник керек, шкаф керек, одан қалса, ё-моё, заттардың бәрі керек қой. Так, мынау керек, сосын біздерге дейтін, так. Посудомойка керек, қайда посудомойка? И бізге назад керек. Мына блендерді қоя беріп, тостерді қойып қояйық оның орнына. Короче, достар, мына жерге дейтін, так, бізде мына жақта компьютер болды. Вот, мына жаққа қоямыз. Холодильник, осылай. Так, бізде осы жерде бірден не болмасын, шкаф болсын, и посудомойка болсын, давай. Или как газ болсын да. Давай газ болсын. И мына жерде осындай шкаф болып, одан кейін посудомойка тұра берсе болады. Сосын соңында мынандай зат қоя саламыз. Короче, так, мынаусын қоя береміз ау деймін. Әдемі болып тұрады сонда. Так, біздерге енді қою керек болады. Осы затты қою керек болады. Давайте мынау тостерді қояқ бұның орнына. И зат жасау керек мына жерге. Так, мына жерге осы банканы қоя саламыз. Вот, міне. Кухня деген дайын. Короче, достар, вот, мына жерге қою керек. Или как? Что, мына жерде емес, мына екеуінің орнына ауыстыра салайық. Вот. Міне осылай әдем болып көрініп тұрады. Достар, қалай, сендерге ұнай ма? Міндетті түрде лайктарын басып түсіңдер, и комментарийға жазып кетіңдерші, осылай тұрған дұрыс па? Короче, достар, енді біздерге деген мына жақта компьютерімізді қоюымыз керек қой, конкретный бір әдемі компьютеріміз, яғни бізге деген давай мына затты алайық и компьютер қойып жүреміз ба, сол үлкен қылып өз кішкентай жердің ішінде. Давайте одан гөрі мынау ноутбукты қояйық, және мына жерде мынау стол бар еді, жаңағы орындық. Так, осы қызылын қояйық. Тура ана Айшуақпен Дейлінің YouTube хаусындағы осы ауылда қояйық. Енді анау үйде ше. Так, осы жақта ма? Неқта екен. Жарайды,ошын түсінген шығарсың, сол жақтағы бөлмемдегі осындай ғой, короче, ноутбук. Так, енді біздерге мына затты қою керек. Давай бүйтіп қойып жіберейік. Вот, міне. Осылай тұра берген дұрыс, Ал енді біздерге мына жерге кровать, қызыл кровать и қасына жаңағы зат қою керек. Мынау тұрған керемет нені? Мынаны қою керек. Міне, осы модтың арқасы ғой, әдем қылып тұрады негізі. Майнкрафтта модтың болғаны қандай жақсы деймін да? Так, вот міне. Қандай әдем болып қалды мына жердеген. Енді мен білем мына жерге не істеу керектігін. Короче, мына жерге деген біздерге мына зат керек. Және біздерге керек болатын зат ол
Стол қайда? Стол осында бар еді о стол. А, вот. Короче, осыны қоямыз. Так, давай. Вот. Міне кәдімгідей. Мынаны қараңдар. Алдыңғы видеода мынаның бәрі просто блок болатын, ал енді тек қана мод. Қараңдар, теріске. Ал енді мына жерге тарелкаға гриль қойып жіберейік. Давайте, так, тарелканы алайық. И гриль бізде бар ма? Так. Давай грильдің орнына осы жұмыртқаны қоя салайық. Мен өйткені жұмыртқаны жақсы көрем десең да. Короче, осылай міне. Қалай? Достар, сендерге ұнай ма? Міндетті түрде лайктарыңды басып кетіңдер достар осындай видеоға. Мына жерде еще мынандай верстак тұрған еді. Так, верстакты алып алайық ендеше. Так, верстак. И верстак, иә. Еще мына жақта жаңағы мына жақта зат бар еді, роутер. Роутерді қойған дұрыс болады қасына. Міне ғажап. Тек ана жері тиіп қалған болмаса, былай нормально тұр, иә. Егер былай қоятын болсақ, вообще болмайды. Жақсы, былай тұра берсін ендеше. Роутер тұрған дұрыс болады, өйткені интернет жақсы болатын болады. Анау тиіп тұрған ештеңе қылмайды, жарайды. Үшін достар, міне шкаф ашылады ғой. Кәдімгідей істейді бәрі. Осы туралы мен деген көптеген видеолар шығардым. Заттардың бәрін алып тастайық енді. Короче, достар, мен осымен видеомды аяқтаймын. Негіз бар ғой, шыннан бар ғой, осындай модтармен ойнаған менің арманым болатын. Арманым дегенде, общем, маған қызықты осындай модтармен ойнағанша. И достар, мен көп мылжыңдамай, көп созбай, осымен видеомды аяқтайын. Сендерге ұнады деген ойдам, достар, осы бөлменің іші, яғни. Ал ендеше мен видеомды аяқтайын. Сендермен болған мен Мейірбек. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.